Ассалаумағалейкум. Менен сұрайды, неге именно қаз деп. Мен қазір айтып берейін қаздың пайдалылығын және неге мен ол қаз осы ұстауды жақсы көретінімді. Бизнес ретінде оны қолдануға өте жақсы. Расымен енді сезонный, бірақ әрбір адамға енді әртүрлі. Біреуге сезонный ұнайды, біреуге постоянно ай сайын түсіп тұратын доход керек. Бұл жерде мысалы сіз қазды жаңағыдай ең бірінші жұмыртқа кезінен жұмыртқа сатуға болады. Қазір мысалы мен өзім тоже жұмыртқа сатып жатырмын. Қаздың жұмыртқасы 800 теңгеден басталады. Енді біз бірақ андай 1-2-ден сатпаймыз, кем дегенде 100 штук сатамыз. Жұмыртқа сатасыз, содан кейін оны шығару, мысалы шығару деген бар. Сіз инкубатор алып алып, ол жұмыртқаларды шығарсаңыз болады. Мысалы бір жұмыртқаға сіз 200 теңгеден бастап алсаңыз болады. Сосын үшінші балапанын сатсаңыз болады. Мен инкубация жасап жатқан жоқпын, но мен балапан тоже сатамыз. Балапан тоже 100 штуктан бастап 1800 теңгеден біз сатып жатырмыз. Хабарласыңыздар, если что. Сосын одан бөлек просто жаңағыдай суточный балапаннан бөлек өсіріп сатасыз оны. Ол уже күннен күнге қымбаттай береді. Әрбір күніне 50 теңге қосыла ма, сондай бір деңгесі бар. Ол өсіп алғаннан кейін одан бөлек сіз уже сойып жаңағыдай тушкасын сатасыз, тушкасын сатасыз, оның жүнін сатасыз, және де оны толықтай өңдеуге болады. Жаңағыдай басын, аяғын, жаңағыдай іш құрылыстарын тоже бөлек сатсаңыз болады. Сондықтан да мінекей осы қаз өзіме ұнайды да. Менің көретін өзімнің бизнесім қазды толықтай жаңағыдай аналық қаз болса бір кем дегенде бір 500 бас. Ол 500 басқа бір аталықтары керек болады. Бір аталыққа 3 аналық болса нормально негізі. 4 деп атады тоже, бірақ 3 самый нормальный сол 3. Оларға енді қора керек. Ең бастысы бұл жерде қора. Сіздер жаңағыдай балапан алып алғанда да ең маңыздысы қора керек, жылы қора. Одан кейін уже тамағы, жаңағы бағатын жері, солар одан кейін тұрады. Сондықтан ең бірінші жылы қора керек. Егер сіз әрине үлкен көп көлемде ұстайтын болсаңыз, егер сіз жаңағыдай 20-10 штук ұстайтын болсаңыз, онда сіз жай коробканың ішінде де ұстай бере аласыз ғой. Бір холодильник, ескі холодильниктің ішіне қойып па, солай да ұстай беруге болады. Сол сіздер міндетті түрде маған сұрақ қойыңыздар, тіркеліңіздер. Мен мінекей жаңадан ютубымды қайтып осы іске асырайын деп жатырмын. Сондықтан міндетті түрде сұрақтарды қойыңыздар, мен жауап беріп отырамын. Ал рахмет, кездескенше.